Бүгін біздің қарайтын методологиямыз толт модель деп аталады. Бұл ағылшын сөздерінен құралған. Бірінші Т триггер деп аталады. Бұл істің басы. Екінші О operation. Істі жылжыту. Үшінші Т2 дейді, тест. Exit ағылшын сөзі шығу. Енді толт моделінде оқылады, немесе біздің сөзбен оқысақ ТТ дейді. Бұл модель не үшін қажет? Біздің істі аяқтауға үйретеді. Сараптауға, тоқтап көңіл аударуға, мен жетістікке жеттім бе, жоқ па? Және ең маңыздысы мақсат қоюға, және ісімізді толық түрде аяқтауға көмектеседі. Бірінші триггер дегеніміз ол істің басы. Мысалы, сіз бір көйлек сатып алғыңыз келді. Т басталады, триггер. Екінші, сіз не істеу керексіз? Operation дейді, әрекет, амал жасау керексіз. Сіз бір нәрсені бастап алып, оны ойлап жүріп, басыңызды, миыңызды ашытып өтіп керек емес. Мысалы, сіз ол көйлекті іздедіңіз, магазинге бардыңыз, интернеттен қарадыңыз дейік. Одан кейін бұл істі аяқтау үшін сіз үшінші Т2-ге келуіңіз керек. Қайтадан тест дейді. Ол тексеру. Мысалы, қызыл көйлек іздеп жүрдіңіз, сіз жасыл көйлек таптыңыз. Не істейсіз? Т2-ге келген кезде Т1 мен Т2-ні салыстырасыз. Жоқ, бұл сәйкестік жоқ қой. Т1-де қызыл болған, Т2-де сіз көк көйлек таптыңыз, мысалы. Бұл жерде немесе сіз Т1-ді өзгертіп талаптарыңызды, жарайды, қызыл емес, жасыл болса да маған болады деп, бұл істі аяқтап шығып кетесіз. Болды, бұл сіздің бір ісіңіз аяқталды. Бұны мен не үшін тәптіштеп түсіндіріп отырмын? Бізде өмірде күн сайын мыңдаған триггерлер ашылады. Үлкенді, кішілі. Мысалы, бір нәрсе сатып алудан емес, бір адамға звондасам, біреумен кездессем, бір нәрсе істесем, уборка жасасам, жұмыстанан аяқтасам, үй сатып алсам деген сияқты біздің кез келген бір идея, ойымызға келген кезде бізде Т1-лер ашыла береді. Триггерный нүктелер ашыла береді. Біз оны өзіміз байқауымыз да мүмкін, байқамауымыз да мүмкін. Біздің бейсанамыз, подсознание дейді, ол бұларды ашып жұмыс жасай береді. Сіз оны ұмытып кеттім десеңіз де, былайша айтқанда ол процессор сияқты сол жерге жаңағы сіздің триггер нүктелеріңіз жинала береді. Мен мынандай мысал келтіргем. Мысалы, сіздің сотовый телефоныңыз бар. Бұл жерде көп приложенияларды аша бересіз, мысалы. Біресе погоданы қарадыңыз, біресе YouTube қарадыңыз, біресе Instagram қарадыңыз. Бұл жерде білесіздер, системасын ол ашылып тұра береді, Егер сіз оны ішіне кіріп жауып тастамасаңыз, не болады? Батарейкаңыз бітеді. Тура сол сияқты өмірде бұл методтың маңыздылығы сода, жаңағы Т1-леріңіз, триггерлік нүктелеріңізді шетінен алып тазалап жаппасаңыз, сіздің де ой санаңыз 40 саққа бөлініп, былайша айтқанда, концентрацияңыз азайып, жаңағы бір адам не істеп не қойған білмейтін халге де келуі мүмкін, Бірақ біз әрине интуитивті түрде көп нәрсені жабамыз. Мысалы, жаңа көйлек таппадыңыз, қойшы сол көйлек құрсынша алмаймын дейсіз де, оны жабасыз, Сіз өзіңіздің санаңызға, бейсанаңызға жеткіздің, мен ол көйлекті алмаймын, құрсын деген сияқты, Егер оны сол күйі ұмытып қалып қойса, ол сол жерде жаңағы приложение сияқты тұра береді. Бұл жерде мен айтайын дегенім, сіздің көп ашылған триггерлік нүктелеріңізді жабу керек. Енді бұның жабу методтары бар. Бұны өлсем де жабуым керек, өлсем тірілсем де деген сияқты ондай мәселе емес. Адам жеңіл бір жетістіктерге, нәтижелерге жету үшін методтарды жүйелі түрде пайдаланады. Жаңағы айтады ғой, велосипедті қайттан ойлап тауып керек емес деген сияқты. Сіз бір нәрсе ойлап табу үшін бүкіл өміріңіз кетуі мүмкін. Бір ғалым айтқандай, сіз мысалы лампочканы светті қосасыз, пайдаланасыз. Бірақ сізге ол лампочканың қандай вольфрам істейді, қандай электрик, бір тоқтардың бір күші, вольт, ватт деген нәрсені біліп керек емес деген сияқты, сіз оны кнопкасын қосасыз да пайдаланасыз. Тура сол сияқты бұл модельдерді сіз просто қосып пайдалану керексіз. Енді бұл толт моделіне қайтып келсек, қалай жабамыз деген, жаңағы қаптап кеткен Т-ларымызды, Т1-лерді.
Енді оперейшнге келіп бір әрекеттер жасайсыз. Мысалы мен өз өмірімде білетін бір адам бар, бірнеше жыл бойы сол машинаны армандап жүр. Т1 мен Т2-сі сәйкес болмағандықтан жабылмайды. Т1-де оның ойында бір керемет иномарка тұр да, бір япониялық модель болса дейді, тағы да гибрид болса дейді деген сияқты. Тіпті машинаның түсі осындай болса дегендей әрекет жасайды, салондарды қарайды, жаңағы кредит жағын қарастырады. Мен оған айтамын да, сен ана Т1-ді өзгертсеңші деймін, талаптарыңды. Европалық немесе япондық машина емес, сен не Қытайдікінде ала бермейсің деген сияқты. Мысалы Т1-дің талаптарын өзгертпегендіктен ол жаба алмайды. Осы екеуінің ортасында жүрді, Т1 мен Т2-ның ортасында жүр. Мысалы сіз енді көптеген Т1-леріңіз ашық тұрғанын, жаңағы триггерлеріңіз, ойларыңыз, істеріңіз, оның бәрін енді бүйтіп жауып бір нәтижесіне жеткізіп, ол қиын дүние, иә. Кейде мүмкін ол керек болмай қалып жатады. Мысалы бір ойладыңыз, ол бір айдан кейін сізге уже қызықты емес, немесе керек емес, сондай болуы мүмкін, бірақ жаңағы қалып қояды дедік, иә. Сондықтан оны жабудың бір жақсы методы Т1-ден сразу шығып кету. Оперейшнде жасамайсыз, тестте жасамайсыз, салыстырып шығып кету деген, ол былайша айтқанда қазір енді көп методтарда пайдаланып жүрген Аллаға тапсыру, үлкен ой бір жете алмайтындай, немесе қалай әрекет жасауды білмей жүрсеңіз, сіз оны өзіңізге айтсаңыз, жарайды, мен бұл істі істей алмайды екенмін, енді бұйырған күні болар, Аллаға тапсырдым десеңіз, бұл да сізде жабылған болып саналады, иә. Негізінде біз өзімізді бір мақсатқа жеткенімізді нүкте қойып, мен осыған жеттім, шіркін-ай деу керек. Мысалы кейбір адам болады, бала кезінде бір армандаған арманы бар, иә. Кейін ол соған жетіп жатады да, байқамай өтіп кетеді, жеткенін де білмей қалады. Бірақ біздің миымыз солай орналасқан, жаңағы егер біз өзімізді осыған мен жеттім деп бір нүктесін қойып қуансақ, бізде синдром победителя дейді, сондай нәрсе қалыптасады. Немесе бізге кейде сырттан адамдар айтып жатады, ой, сен осы жақсысың, осыны істедің деп. Сондай кезде біз не істейміз, ойланып қаламыз, мен оны істеппін ғой деп, да. Енді бұл модельді өмірде пайдаланыңыз. Бұның енді ең маңызды жағы жаңағы ашылған ойларыңызды, істеріңізді, әрекеттеріңізді жабу. Бұл модельді бірнеше рет пайдаланған кейін осы тәртіп миыңызда жүйелі түрде қалыптасады. Енді ғалымдардың дәлелі бойынша әдетті пайдаланғанда күш қуат жұмсамайды. Сондықтан бұл да тоут моделі бізге миымызға бір жөн жолын қалыптастыру методы. Өміріңізде пайдаланыңыздар.